Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Ассалаумағалейкум, жеке Қарашөкеев Ерлан Мырза, ауыл шаруашылық министрі. Қазір түсінесің неге екен. Бүгін 29 маусым 2022 жыл біз Темірлан елді мекеніне келдік. Ауданын айтпай-ақ қояйын, өйткені уәде бердім, аудан осындай деп айтпаймын деп. Енді мында үлкен күйзеліс жағдай болып жатыр ма деп келсек, ол басқаша сұрақ болып шықты. Яғни бізге хабар түскені рас, онымен біз ескерттіп, құзырлы органдарды, осы аудан роботын ескерттік, Түркістандағы КМБ-ны ескерттік, сөйтіп арнайы келіп отырмыз. Мында үлкен жаңағы ауыл шаруашылық саласындағылар жиналып, бүгін жиын өтіп жатыр екен. Қаны қайсыңыз сөйлейсіздер, сіз бе? Ең шеттегіден бастайықшы, атыңыз кім? Әмірбек. Әмірбек, бұл не жиын, не үшін шақыртты сіздерге мына жерге? Бұл жаз мезгіліндегі ақысыз еңбек демалысқа жіберу мақсатымен шақырып отыр ғой бізді. Иә, мен оны жаңа сұрадым негізді. Бұны жасырмай-ақ қояйық, ол бәрі сөздеріміз бар ғой. Сіздердің негізі қанаушы ма десек, КМБ қорғаушыларыңыз болып кетті, адвокат. КМБ-ға хабарласып сұрасқан кезде айтып жатқан тұғын. Түркістан облысында 115 пост бар. Сол 115 посттағының барлығын сіздерді жұмыстан бүгінгі күнде 2 айға жіберіп жатыр ма? 5 содержание? 2 айға 5 содержание. Келесі айда бірақ негізі 30 қыланы кеп тұрған беді? Осы шілде айының 1-нен бастап кезекті еңбек демалысымыз келіп тұрған. Мен бұның бәрін біліп атқаным, қазір ғана басшымен сөйлестік, олар өтініш қылды, менің атымды айтпа, маған зиян тиеді. Және ақсақалымен сөйлестік, осы жерде 20-50 жыл жұмыс істеген, маған зиян тиеді, бәрі қорқақ қой бізде, зиян тиеді, маған тиме, халықты не істесең ол істе дегендей қылып. Мінекей, сондықтан мен біліп тұрып айтып жатырмын, сұрақтардың көбісін біліп алдық. Қазір репортаж жазардан алдын сөйлесіп қойдық. Сонда келесі айда отпусктарыңызды да бермейін деп тұрмын ақшасын? Кезекті еңбек. Онда не жаздырып жатыр іште? Не жаздырып жатыр? Жоқ, ақысыз еңбек демалысқа шығасыңдар деп бізге мәжбүрлеп жатыр ма? Хабар келді қазір. Хабар келді, иә. Неге мен қазір іште көрдім, бірнеше жаңағы өздеріңіз сияқты мал дәрігерлері, ветеринарлар арыз жазып жатыр. 2 ай жұмыссыз болған. Қазір сізден сұрайыншы. Не қылдайсыз? Бізде мысалы қазір осы өзіміздің талаптарымыз бұзылуына байланысты біз жаңағыдай неден жұмыстан кетіп жатырмыз. Өйткені бізге ешқандай жаңағы еңбек демалысының ақысы төленбейді, емделу ақылары ештеңе төленбей, ақысыз демалысқа 2 айға жіберейін деп жатыр. Қанша адам жұмыстан кетіп жатыр бүгінгі күнде? Барлық осы жерде Ордабасы ауданында жұмыс істейтін малдарлардың бәрі кетіп жатыр қазір. Жұмыс бетімізден кетеміз. Қазір күн қызып жатыр. Мен жаңа сіздердің басшыларыңызға әңгімелескенде де естіп тұрдыңыздар ғой. Мен оған айтып жатырмын. Алда құрбан айт келе жатыр. Кеше жаңа ғана мал базарға барсам, көзі соқыр, үсті жара, малдар толып жатыр. Ертең біреулер жаңағы язба, яш жүр, жаңа бруцеллез болып ауырып жатса, не істейсіңдер оның бәрін, мынаның бәрін жіберіп дегенде жауап болмай жатыр. Мен қазір осы салада 40 жылдан бері істеймін. Өзім солтүстік Қазақстанда істеп қойғанмын негізі. Жарайды. Енді сіз емес, қазір проблеманы айтайықшы. Ауру жөнінен айтқан жағдайда, қазір осы Шымкент облысы осы несінде 99 аурудың бәрі бар қазір. Mesela қазір телеарнадан бастап бәс ауру шығып. Оны білеміз, біз қызыл зонадамыз. Осы жердегі малды экспорттауға да болмайды, өйткені аурудың бәрі бізде бар. Сол себепті біздің бәрімізді қазір неге жұмыстан жіберіп жатыр. Осы шілде айында ешқандай не үшін, не дейді ол, не мақсат? Себебі сол ақша жоқ, сендерге беретіндей төлейтіндей ақшамыз жоқ деген. Енді қазір мына министрге айтайық. Ерлан Қарашөкеев және мына облысында әкімі Шөкеев, екі Шөкеев екеуің бірлесіп осы мал дәрігерлерінің ақшасын жоқ қылып отырсыңдар ма сонда? Болмашы бірдеңе проекттерге миллиардтап салып атасыңдар. Ана тышқақ 12 футболист жүгіріп жүрген 1 миллиард 200 миллион теңге төлеп жатыр. Түркістан облысында да сондай көп ақша. Одан да ол тышқақтар өздерімен өздері ойнай берсін, мыналарға ақшасын бермейсіңдер ме айлығын? Осы қанша жыл істеген 100 мың айлық сонда біздікі. Жас балдардікі 80 мыңнан аспайды. Соның өзін тауып бермеді дәл қазір. Біз анау министрлікте күресіп жүрміз, сіздердің айлықтарыңыз 500 мыңнан кем болмасын деп. Сөйтіп отқанда айлықтары 50 мың, 70 мың, 100 мың дейсіз ба? 100 мың. Мен мысалы 40 жыл істеген адам 100 мың, 120 мың, одан аспайды біздің айлықтар. Негізі мында мал шаруашылықтарында расында аурулар көп па? Ауыр көп, ең аурудың көп жері осы Түркістан облысындағы. Егер сіздер ертең мысалы бәріңіз кетіп қалсаңыздар, малға ешкім қарамаса, ауру үлкен эпидемия жасап жүрмей ме оңтүстікте? Эпидемия болады, өйткені ол айтып тұр ғой, осы кезде нағыз мал дәрігерлердің малды бақылап, қарап, солардың ауру жолдарын кесіп жүретін кезі осы кезде. Сіздің айлығыңыз қанша? Менікі 120 мың. Расында 120 мыңға ит қорлықпен мұнда жұмыс істеп, әркімнің бір сөйлеген сасық сөзін көтергеннен гөрі жеке кәсіп ашып алмайсыздар ма? Бізбен мысалға істеген мұғалімдердің айлығы 500 мың кетті, біздікі 120 мыңда қалды қазіргі. 60% көтереді, онда
мемлекеттің жағдай көтермейді деп көтермей жатыр қазір. Не үшін болып жатыр бұның бәрі? Қалай ойлайсыз? Біреу осыны рейдерство жасап, осы мал бизнесін алып қояйын деп жатқан жоқ па? Дайындап? Ойымызда бір адам енді бір қызығушылық болу керек бұда. Өйткені мал докторлығының несінің үстінен бірдеңе жейін деп тұр ма? Кім біледі? Осынша адам деп бесе осы сорлатып қоймайды ғой былай айтқанда. Кезінде осындай жағдайлар болған, ол кезде жаңа Атомпроммен болды. Дәл осылай сіздер сияқты қылып қинап үйтті бүйтті де кейін аутсорсингке бере салды бәрін. Сондай қылып сіздерді аутсорсингке лақтырып жіберіп, кейін амалсыз жоқ. Сіз барып кірейін деп тұрған жоқсыз ба? Ол жағын түсінбедік. Біз қазір бізге ешқандай. Яғни төбедегі қандай айла барын сіз білмейсіз. Білмейміз ол жағын. Иә. Қаны қайсыңызда тағы қосарларыңыз бар? Жас мамандар сөйлесін. Жас мамандар қайсыңыз? Айлығыңыз қанша шынымен? Айлық 90 мың теңге. Орташа білім. Иә. 90 мың теңгеге ал қаншама жерге өз көлігіңізбен қатынап жұмыс істейсіз. Жол шығыныңыз қанша болып кетеді? Ол жағын айтудың қажеті жоқ қой негізі. Жарайды, айтпай ақ қой енді. Негізі енді осы Қазақстанда басты салалардың бірі экономикада, нарықта. Иә. Енді қазір осы мәселе бойынша бәріміз жиналып келдік енді осы жерге ше. Жаңағыда 2 ай 5 содержание дейді. Енді айлықты көтерудің орнына енді бұл дұрыс емес қой. Жаңа мен басшыңызға да айттым. Бұларды 2 ай ақшасын бермей жұмыстан 2 айға шығарып жіберсең, бұлардың кредиті бар, төлейтін басқасы бар. Оны кім төлейді деп. Оны қалай қыласыздар егер? Енді ол жағынан нақты бүйтіп айтып қиын енді. Осы жерде өздеріңіз куә шығарсыздар, жаңа жанымызда туғандар. Мен басшыларыңызға айттым. Мынау халықтың бәрін жұмыссыз қалдыру, бұл жаңағы әлеуметтік қоғамның арасындағы араздыққа әкелмей ме деген кезде араздыққа әкеледі деп мойындап отыр. Өзі сөйтіп отырып, осы әрекетті ары қарай жасап, бірақ сіздерді жақтауға әрекет жасап жатырмын дейді. Жақтап жатыр ма басшыларыңыз? Жақтап отыр кезінде. Қазір жақтап әрекет жасап жатыр ма? Не қыл дейсіз? Бұл енді ауданда отырған басшының қолынан келмейді ғой, не қыл. Дұрыс қой, енді бұл сіздерді жақтап ана жаққа жоғарыға бірдеңе айтып жатыр ма? Біздің жаңағы жазған арызымыздың бәрін алып барып сояққа өткізейін деп жатыр. Жаңа жұмыстан кетеміз ана мына дегендеріңізді ма? Жаңағы келіспегендеріңізді. Айтты басшыңыз, келіспейтіндер келіспеймін деп жазып беріп жатыр деп. Мына еңбек кодексіндегі біздің құқықтарымыз өрескел бұзылуда қазір. Еңбек кодексінде енді сіздер жақтайтын адам жоқ, оны рас айту керек. Қазақстан бүкіл әлемдегі жалғыз осындай халдегі мемлекет. Бүкіл әлемде еңбек министрлігінің еңбек инспекциясы болады. Қазақстанда ғана еңбек инспекциясы әкімшілікте. Басқа әлемде ондай жоқ. Ол бәрібір анау аурухананың дәрігерлері басқа мекемеде дегенмен бір дейді. Сондықтан еңбек инспекциясы сіздерге көмектесетініне мен күмәнім бар. Олар тек қана биліктің сөзін сөйлейді. Сондай болып тұр қазір, мысалы біз өсіп жүргеніміз Онда қалай жағдайларыңыз, өздеріңіз жақтарыңызды жақтамақсыздар? Қандай әрекет жасамақсыздар? Неге дайынсыздар? Біздің қазір неміз бәріміз жұмыстан кетіп, енді отырып, сөйтіп эпидемия шыққан кезде барып қимылдамаса, жоғары жақтардың құлағына жетпей жатыр мына сөздер. Көрсін сөйтпемесе? Сөйтпесе амал жоқ. Енді не дейміз, осымен біз аяқтай салайық, егер ақыр сөйлейтін жаңа басқа адамдар болмаса. Қара Шөкеев пен Шөкеев екеуінің істеп жатқан тірлігі менің жеке өзімнің көзқарасым бойынша бұл Тоқаевтың саясатын саботаж жасап жатқандай. Ерлан Қара Шөкеев, жарайды, Шөкеев өзінің ойына келгенін істесін. Сен екі дүниеде осы министр, ауыл шаруашылық министрі болатын адам емессің ғой. Әшейін Тоқаевтың немересі болғасын ғана болып отырсың. Сондықтан басқа, сен жаныңды жыртып Тоқаевтың артына кір келтірмейтін әрекет жасауың керек қой. Мынауың не? Бүкіл ертең мынау 2000 жаңағы адамды жұмыссыз көшеге тастайтын болса, басқа облыстарда үйреніп алады. Бәрі сөйтеді. Сол кезде қанша 100 мыңдаған адамды жұмыссыз лақтыра салмақсың ба көшеге? Эпидемия кезінде, күн ыстық кезде, нағыз қайнап атқан эпидемияның, вирустың көтерілетін кезінде. Әлде болмаса елдің бәрін бір сүлесін қоя салмақсың ба? Менің айтарым осы енді. Қосарларыңыз бар ма, жоқ па? Осы мысалға Қане, әпшеңізге ме? Әпшесі. Сіз де жаңағы мал дәрігерсіз ба? Мен фельдшермін. Айта беріңіз. Айлығым 100 мың, 25 жыл өтілім бар. 25 жыл жұмыс істеп 100 мың алып жатсыз ба? Иә. 35 жыл өтілі барлар 130 мың алады. Мына жігіттер болашағы алда ғой бұлардың 92 мың айлық алады. Ол ешқандай еш нәрсеге жетпейді. Енді мына жағдай бойынша айтыңызшы, бұл не болып отыр сонда? Не болып жатқан өзіміз түсінбейміз, төбемізден жаңағы су құйғандай келдік. Үйлеріңізге барған кезде не дейді қазір үйіңіздегі жан ұяңыз? Білмейміз не дейтін. Не деп айтарыңызды білмей тұрсыз ба үйге барып? Үйге бала шағаңызға, күйеуіңізге мен жұмыссыз қалдым, ақша бермейтін болды, бірақ шығарды, 2 ай демалатын болды деп айтпайсыз ба? Енді амал жоқ қой енді. Не айтты? Осылай деді, мен жұмыстан шығуға арыз бердім деп айттым, басқа не деймін? Бәлкім басшыларыңыз сіздерді шіріген бай деп ойлап жатқан шығар, жаз кезінде барып Турцияға демалып келсін деп. Ненің байы 92 мың айлыққа қаяқтың байы. Ондай болса неге ақшасы жетпейтін адамды шығарып? Бізде ветеринария саласында бірде-бір маманда құдалыққа мініп баратын нормальный машина жоқ. Бірақ мына жерде көліктер толып тұр ғой. Бұл көліктің бәрі қайсысы нормальный? Айтыңызшы, мекеменің ана бастықтығы болды. Қалған бәрі
Әшейін машиналар қарасаңшы, 95-93 жылғы ескіріп кеткен машина, біреуісінің алдында бір нормальный машина жоқ. Түсінікті. Ешқайсының жағдай өте төмен. Министрге қараңызшы. Оператор бізге қаратыңызшы, министрге айтыңызшы Ерлан Қарашөкеевке. Не дейсіз? Біздің ветеринария саласында жүйені өзгерту керек. Жүйені өзгерту керек, айлықты көтеру керек. Айлық тепе-теңдік болу керек. Барлық жерде врачтар 500 мың болу керек. Дәрігерлер 500 мың айлық ала ма? Біздікте солай болу керек. Балдардың барлығы Енді олар адам емдейсіз, мал емдейсіз ғой. Мал емдейміз, біз адамзат емдейміз. Балдар вакцинамен жұмыс істейді. Вакцина салады, оның бәрі вредно. Балдардың барлығына вредно. Малға ма? Иә, адамға вредно салып жүрген. Вредность төлеп атқан жоқ. Соның айлықты көтеру керек. Тепе-тең болу керек. Барлығының, мысалы үшін, дәрігердің асқазаны, бесеуді мал дәрігердің асқазаны біреу емес қой. Бәрі бірде ішіп жейді. Барлығы бірде ішіп жейді. Бәрінде бала шағасы бар, бәрінде отбасы бар. Барлығы да жақсы киінгісі келеді, жақсы ішіп жегісі келеді. Әрбір жүргізіп жақсы көлік мінгісі келеді. Айлық тепе-тең болу керек Қазақстан Республикасында. Жаңа Қазақстанның жаңа әділетті болады дегеніне сенесіз бе? Енді мен Тоқаев президентіне сенемін. Басқаларына сенбейсіз? Басқаларын білмеймін. Ол қалай болады онда? Білмеймін енді. Енді Тоқаев мырзаның құлағына жетсе... Мына Тоқаев мырзаның өзінің айтып отқанын деп ойламайсыз ба? Енді біз енді президентке сенеміз ғой, енді басшы оңбаса қайда мен не болатынымыз. Қазақстан онда оңбайды да, қайтеміз енді. Рахмет. Мінекей осымен келген халықтың шаруасының бәрін жарияладық, айтарын айтты. Тағы да шығамыз. Ерлан, Алла бұйыртса мен ертең ары күні келіп қалам Астанаға, жолығайық, осы сұрақты шешейік. Енді Түркістан облысында құзырлы орган мекемелерінің басшыларына да айтамын. 2000 адамды мал шаруашылығындағы бірден жұмыссыз қалдыру, 2 айға малдың бәрін қараусыз күтімсіз қалдыру жаңағы құзырлы мекеме жағынан. Ол мен ойлаймын Тоқаевтың саясатының нағыз саботажы деп. Егер біреу Тоқаевтың саясатын саботаж жасап, мінекей Тоқаевтың қолынан түк келмейді, басқа біреу болғанда зор болар еді дегісі келіп атқан болса, мына ісі жасап атқан, онда өте сол жолдағы іс. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, Қазақстан еркін болатынына сенейік, егер еркін қыла алсақ. Қыла алмасақ, әрине бәріміз құлша тиын тебенге жұмыс істеп, осылай тепкеннің езгісінің астында жүре беретін боламыз. Сау саламат болыңыздар.